Бір бала жаңбыр астында сүйікті қайығын қуалап жүрді, бірақ қайығы ақыры суға шыға түсіп кетті. Бала еңкейіп қараған кезде қараңғы құбырдың ішінен екі жарқыраған көз көрінді. Жақынырақ қараса, бұл қолында қағаз қайық ұстаған клоун екен. Қайықты қайтаруды қатты қалаған бала клоунның арбауына түсіп, сақтығын жоғалтты, тіпті әзілдеріне күліп жіберді. Бірақ бала күлімсіреген кезде клоунның жүзі күрт өзгерді. Ол қайықты қайтарған сәтте баланың қолын тістеп жұлып алды. Бала жанталасып сыртқа шығуға тырысты. Бірақ клоунның қолы оған қарай созылып келе жатты. Бұл қала өте оғаш еді. Әр 27 жыл сайын қорқынышты бет-бейнесі бар. Клоун пайда болып тек балаларды аңдып ұрлап әкететін. Ал биыл сол қорқынышты кезең қайта оралды. Бірақ бұл жолы бір топ жасөспірім клоунға қарсы тұруға бел буды. Олардың саны 7. Ол жетекшісі Билл, ол жоғалып кеткен кішкентай баланың ағасы. Інісі біраз уақыт бұрын із-түссіз жоғалып кетті. Бірақ Билл оны өлді деп қабылдай алмады. Ол інісі судың ағынымен басқа жаққа кетіп деп сеніп, жазғы демалыста достарымен бірге құбырлардың төменгі ағасынан іздеуге кірісті. Майк есімді бала мектепті тастап ағасының қасапханасында жұмыс істейді. Оның ата-анасы жақында өрт кезінде қаза тапты. Және ол клоунның бірінші құрбанына айнала жаздады. Бір күні Майк жүк тасымалдап келе жатқанда, кенеттен есіктің саңлауынан бірнеше күйген қолдар шыға келді. Үйдің ішінен қою түтін шықты. Тура оның ата-анасы көз жұмған өртке ұқсас. Осы кезде шымылдықтың арғы жағынан жарқыраған көздері бар клоун көрініп Майкқа қол бұлғап тұрды. Майк қатты шошып қозғала алмай қалды. Сол сәтте бұзаққа Генри мен оның достары көлікпен келіп қалып Майкты шындыққа қайтарды. Кейін Бен есімді бала қалаға жаңадан көшіп келді. Достары болмағандықтан күн сайын кітапханада уақыт өткізетін. Ол қаланың тарихи жазбаларын қарап шығып, таң қаларлық құпияны ашты. Бұл қалада әр 27 жыл сайын үлкен қырғындар болып тұрады екен.
және қаза тапқандардың көпшілігі балалар. Ол парақтарды аударған сайын суреттер үлкейіп, соңында ағашта ілулі тұрған адамның басы пайда болды. Бен қорқып кітапты жауып тастады. Дәл сол сәтте қызыл шар пайда болып Беннің назарын аударды. Ол шарды қуып жертөлеге түсті. Сол жерде кітаптағы бассыз адамды көрді. Ол Бенге қарай ұмтылды. Қуғын барысында бассыз адам клоунға айналды. Осы кезде кітапханашы әйел уақытында келіп, Бен бір қауіптен құтылды. Бірақ Бен кітапханадан шыққан кезде бір топ бұзақылар оны қоршап алды. Топтың жетекшісі Генри есінен адасқандай. Пышақ шығарып, Беннің ішіне өз атын ойып жазбақ болды. Қиын жағдайда Бен оны теуіп жіберді. Өзі де еңіске құлап түсті. Қашу барысында ол Билл мен оның достарымен кездесті. Бірін-бірі танымаса да, Беннің жараланғанын көріп, олар оны құтқарды. Достар дәріханаға келді, бірақ ақшалары жетпейтінін байқады. Осы кезде Беверлидің сұлулық айласын қолдануының арқасында олар жасырын түрде медициналық құралдарды алып Беннің жарасын емдеді. Осы оқиғадан кейін Беверли де оларға қосылып топтағы жалғыз қыз болды. Беверли туралы айтатын болсақ, оның өмірі де қайғылы еді. Мектепте жиі қорлық көріп, үйде әкесінің қатал бақылауында болды. Әкесі оның ұзын шашын иіскегенді ұнататын. Сондықтан ол шашын қиып раковинаға тастады. Бірнеше күн өткен соң Беверли де бірақ оғаш жағдайға тап болды. Үйдегі раковинадан көмек сұраған дыбыстар шықты. Беверли көзін кең ашып қараса да ештеңе көрмеді. Сондықтан өлшеуішті таспаны ішке салып тексермек болды. Күтпеген жерден қанға боялған шашты тартып шығарды. Содан кейін іштен шыққанда шаш Беверлиді орап алды. Көп мөлшерде қызыл сұйықтық бөлмеге шашылды. Айқайлаған дыбысты естіген әкесі кіріп келді. Бірақ ол бұл қорқынышты көріністі байқамады. Беверли достарын үйіне шақырды. Сөйтсе тек балалар ғана клоунның иллюзияларын көре алады екен. Соңында кезек Биллге келді. Сол түні ол жертөлеге түсіп, жоғалған інісін судың бетінде қалқып жүргенін көрді.
Інісінің даусы біртіндеп қорқынышты болып, беті шірей бастады. Содан кейін клоун пайда болып, інісін суға батырып, Биллге қарай ұмтылды. Билл қашып жертөленің есігін жауып үлгерді. Көрініп тұрғандай, клоун балалардың ең үлкен қорқынышын иллюзия арқылы көрсетіп, оларды байқамай қалған кезде жұтып қояды екен. Мысалы, топтағы Эдди ауыр аурумен ауырады және үнемі дәрі қабылдайды. Сондықтан ол көрген иллюзиясы денесі жаралар мен вирустарға толы. Лепра ауруына шалдыққан адам болды. Эдди қорқып қашып кетті. Бірақ кейін артынан қарағанда, ол адам жоқ болып, оның орнына үшбұрыш пішінді қызыл шар пайда болды. Ол адам жоқ болып, оның арына қызыл шар бояу көтеріліп, бетінде клоун макияжы бар қорқынышты бет пайда болды. Эдди қашқысы келді, бірақ қорқыныштан аяқтары дірілдеп тұрды. Ол қайта қарағанда, клоун мен шар жоқ болып кетті. Келесі күні достар жиналып әңгімелесу арқылы топтағы Ричидан басқа барлық достарының әртүрлі иллюзияларда клоунның қорқытуына ұшырағанын анықтады. Билл бұл жағдайдың қалада болғанын, балалардың жоғалуы оқиғаларымен байланысты деп болжады. Сондықтан ол достарын жинап, үйдің гаражына келіп, проектор арқылы қаланың әр кәріз жүйесі мен балалардың жоғалуы орындарын көрсетті. Бір суреттің үстіне екінші түскенде кезде Билл тез заңдылықты байқады. Әр жоғалу оқиғасы кәріз жүйесінің жанында болған екен. Әр жоғалу оқиғасы. Ал бұл құбырлардың барлығы бір жерден өтеді. Бұл қаладағы ескі қаңғырап қалған үй. Күтпеген жерден Билл әлі сөзін аяқтамай жатып, проектор өздігінен кадрларды ауыстыра бастады. Жылдамдығы артып, соңында Биллдің анасының бейнесіне тоқтады. Сосын Майк жылдам барып проекторды теуіп жіберді, ал клоун ғайып болды. Бірақ келесі секундта басқалар үрейден сілейіп қалды, ал Билл керісінше ерекше толқып тұрды. Өйткені ол клоунның ұясын тауып, енді інісін іздей алатын еді. Сөйтіп, Билл бірден велосипедіне мініп, әлгі ескі үйге қарай тартты. Достары оны тоқтатпақ болды. Қауіпке бастығын сұрады. Бірақ Билл алған бетінен қайтпады. Ақырында жеребе арқылы ішке кіруге
Билл, Ричи және Эдди таңдалды, ал қалғандары сыртта қарауында қалды. Үйге кірген бойда Ричи қабырғада өзінің жоғалғаны туралы хабарландыруды көрді. Және ең қорқыныштысы, одан да көрсетілген жоғалу күні дәл бүгінгі күн еді. Кенет олар бір бөлмеден шыққан дыбысты естіп, екінші қабатқа көтерілді. Сол жерде олар бір қыздың бөлмеге сүйреліп бара жатқанын байқады. Бұл мектептен жоғалып кеткен сыныптасы еді. Ал дәл осы сәтте Эдди өзінің артынан біреудің шақырып тұрғанын естіді. Ол тоқтап артына бұрылғанда достары алға кетіп қалған екен. Сол сәтте есік өздерінен тарс жабылып, Эдди бөлмеде қалып қойды. Кенет оның алдындағы еден опырылып жолын бөгеді. Сол кезде әлде бір қол пайда болды. Құжырадағы алапес ауруына шалдыққан адам тағы да көрінді. Бұл жолы Эдди қатты шошып, есінен танып, екінші қабаттан төмен құлады. Эдди есін жиғанда клоун оны тартпа бас салды. Тап сол сәтте клоун оны жеп жібермек болғанда, оның басына темір шоқпар қадалды. Бұл дер кезінде жеткен Беверли еді. Жараланған клоун жертөлеге шегініп, ескі құдықтың ішіне сіңіп жоғалды. Достары сыртқа шыққанда Билл жаңа жоспар құра бастады. Алайда осы жолы оқиғадан кейін барлығының үрейі ұшқан еді. Барлығы енді бұл іске араласпаймыз деп шешті. 27 жылдан кейін олар ересек болғанда, клоун енді оларға зиян тигізе алмайды деп ойлады. Бірақ Билл інісін табудың ешбір мүмкіндігін жібергісі келмеді. Ал Ричи оған шындықты қабылда деп айтты. Өйткені өлген адам қайта тірілмейді. Осы сөздерден кейін екеуі жанталасып төбелесіп қалды. Ақырында бәрі ашуланып тарасты. Сол уақыттан бастап барлығы күнделікті өміріне оралғандай көрінді. Бірақ олардың жүректерінде клоун әлі жоғалмағанын. Бір күні міндетті түрде қайта оралатынын жақсы білді. Осы күні Беверли әкесімен ұрысып, дауыс жанжап, төбелеске ұласты. Ол ванна бөлмесіне тығылып, сәтті пайдаланып, әкесіне есінен тандырып ұрды. Бірақ есіктен шықпақ болғанда,
Кенеттен қайта оралған клоун оның мойнынан шап беріп ұстады. Билл Беверлидің жоғалып кеткенін білген соң достарын жинады. Өйткені олар үшін басты қағида кімге тиіссе де. Жалғыз қыздарына ешкімнің тиіспеуі керек. Осылайша олар тағы да әлгі ескі үйге бет алды. Ал бұл уақытта Беверли кәріз жүйесінде есін жиды. Ол басын көтеріп, көз алдындағы көрініске таң қалды. Қала кәрісінде жүздеген, тіпті мыңдаған адамның мәйіттері қалқып тұрды. Бұл клоун ұрлап әкелген жоғалған балалар еді. Беверли қорыққаннан кері жүгіруге тырысты, бірақ есік ашылмады. Осы сәтте арт жағынан бір түрлі күлкі естілді. Бір сәтте түтін арасынан клоун шығып күлкілі биін билей бастады. Беверли қашуға тырысты, бірақ клоун әуеге секіріп оны ұстап алды. Ол қыздың жүзіне жақындап иіскеп көрді, бірақ қорқыныштың иісін сезбеді. Содан кейін ол аузын айқара ашып, ішінен 3 жарық шығар пайда болды. Өлім сәулесінің астында Беверли ақырындап есінен танып санасын жоғалтты. Бұл уақытта достары ескі үйге жетіп құдықтың қасына келді. Олар арқан байлап кезекпен төмен түсе бастады. Жерге түскен сәтте Билл інісінің бейнесін көріп, майк алып келген мылтықты ала салып артынан жүгірді. Ол Беверлидің әуеде қалқып тұрғанын, есінен танып қалғанын көрді. Билл оны құтқармақ болды. Бірақ кенеттен інісі қайта пайда болып, оның назарын бұрды. Осы уақытта қалған достары да келіп жетті. Олар алдымен Беверлиді түсіріп алды. Бірақ қанша айқайласа да ол ойланбады. Бәрі оның енді оянбайтынын ойлады. Алайда Беверлиді жасырын ұнатып жүрген Бен үмітін үзген жоқ. Ол жай ғана алға қарай еңкейіп, оны сүйіп алды. Сол сәтте ғажайып болды. Беверли есін жиды. Осы уақытта Билл көптен күткен інісін тауып алды. Ол інісінің бейшара кейпін көрді. Бірақ бір сәтке болса да шын деп сеніп қалды. Бірақ көп ұзамай бұл да клоунның кезекті елес екенін түсінді. Билл мылтығын көтеріп інісінің маңдайынан атты. Айтқандай, ақ інісінің денесі дірілдей бастады да қайтадан клоунға айналды.
Билл тағы да атуға тырысты, бірақ оғы таусылып қалған еді. Клоун мұны пайдаланып Биллді ұстап алды. Ол достарына екі таңдау ұсынды. Не бәрі бірге өледі, не олар Биллді құрбан етіп, өздері аман қалады, және ол енді ешқашан оларға тиіспейтін болады. Билл достарының өлуін қаламады, сондықтан оларға қашуды бұйырды. Достарының кейбірі шынымен де ойланып бастады. Дәл осы кезде әрдайым қорқақ болып келген Ричи алға шықты. Ол қолындағы таяқты клоунға бір сілтеп жіберді. Қалғандары да артынан лап қойды. Клоун түрлі қорқынышты елестерге айналып, оларды шошытуға тырысты. Бірде күйіп кеткен қолын шығарып, бірде алапес адам болып өзгеріп. Бірақ бұл еш нәтиже бермеді. Себебі клоун тек қорқынышты сезінетін адамдарға ғана зиян тигізе алады. Олар қорқынышын жеңген кезде клоун дәрменсіз қалды. Міне сондықтан ол Беверли өлтіре алмаған болатын. Осы сәтте ол соңғы рет күресуге тырысып, Беверлидің әкесінің кейпіне енді. Бірақ бұл да көмектеспеді. Беверли металл құбырды ала салып, клоунның аузынан тесіп жіберді. Клоун өз қалпына оралып, құдықтың шетіне қарай шегіне бастады. Оның денесі біртіндеп өкетіліп, ақыры түпсіз тереңдікке құлап кетті. Бірақ ол шынымен жойылды ма? Бұған ешкімнің жауабы жоқ еді. Билл алға шығып, егер 27 жылдан кейін клоун қайта оралса, біз қай жерде болсақ та осында келіп тағы да онымен күресеміз. Деп серт берді. Барлығы алақандарын кесіп қанмен анық тісетті. Содан кейін бірінен соң бірі қаладан кетіп қалды. Фильмнің соңында бұрыннан бірін-бірі ұнатып жүрген Билл мен Беверли ақыры сезімдерін білдірді. Алайда 27 жылдан кейін клоун шынымен де қайта оралды. Бұл кезде олардың барлығы орта жастағы адамдарға айналған еді. Олар бұл жолы да клоунды жеңе ала ма? Әрине, бұл оқиғаның жалғасы. Егер сіздер жалғасын көргіңіз келсе, төменгі пікір қалдырыңыздар. Лайк басып бөлісіп, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.